Алматыда жаңадан әзірленген қаланың 3D картасы мамандардың жұмысын 50%-ға жеңілдетті. Оған қоса енді халық та барынша уақыт үнемдейтін болды. Бұл жаңа жүйенің арқасында шаһардағы барлық ғимаратқа қатысты ақпараттарды бір сайттан алуға болады. Ал мамандар бұл тек мәлімет қана емес, құжат ретінде қарастырылады деп отыр. Сондықтан қандай да бір нысан туралы ақпарат алу үшін сәулет және қала құрылысы басқармасына хат жазып, 15 күн күтудің қажеті жоқ. 3D карта қаланың бас жоспары негізінде жасалған. Онда 169 қабат бар, яғни ішіне үйлер, жолдар, өзендер мен саябақтар кірген. Картаның ерекшелігі сол, қызыл сызықта тұрған нысандарда үйлердің салыну сапасы мен инженерлік инфрақұрылымдарын көруге болады. Неге қойған себебі, ол негізінде құрылысшыларға, мысалы, жай адамға құрылыс алдында көмек береді. Қандай нысанды салуға болады, қандай биіктігі салуға болады. Негізі салуға бола ма, болмай ма, қызыл сызын сыртта тұр ма, болмай ма. Адам өседі. Сол адам өскен кезінде шекаралар да өседі. Сол себептен біздің оған ақпаратты күнде толтыруымыз керек. 3D картаға қосымша мәліметтер толықтырылып отырады. Мамандар жыл соңына дейін қалада жаңадан салынып біткен құрылыс нысандарын енгізуді жоспарлап отыр. Мәселен, Алматыда былтырдың өзінде 7 мыңнан аса ғимараттың электронды паспорты әзірленіпті.